Қазақ тілі пәні сабақтың тақырыбы амоним дегеніміз не? 70-ші сабақ. Бүгінгі сабақта амоним сөздерді ажыратуды үйренесің. Дана, амоним дегеніміз не екенін білесің бе? Дыбысталуы бірдей, мағынасы әртүрлі сөздер амонимдер деп аталады. Мысалы, түс сөзі амоним. Себебі бұл сөздің бірнеше мағынасы бар. Түс ұйқы кезінде көрінетін елес, түс көру. Түс жоғарыдан төменге түсу мағынасындағы қимыл атауы, немесе бояу түстерін білдіреді. Ақ, сары, көк, тағы да басқалары. Жарайсың, түріп жең, күресте жең сөйлемінің ішінен қай сөз амоним болатынын тауып көрші. Жең сөзі. Дұрыс айтасың, жең сөзі амоним болады. Бұл сөз қандай мағыналарда қолданылып тұр? Түріп жең дегенде, жең киімнің иықтан қолдың білезігіне дейін жетіп тұратын бөлігін білдіреді. Ал күресте жең дегенде, жең оз, жеңіп шық мағынасында қолданылып тұр. Дұрыс, ал тапсырмада қой, айна, табын суреті берілген екен. Осы сөздердің қайсысы амоним бола алады? Қой сөзі. Қой төрттілік атауы және қой қимыл атауы. Дұрыс, жарайсың Дана. Өлеңді тыңда. Шаршы рингте шалт қимыл, қолдары бар гүрзідей. Қарсыласын аямас, ауыр соққы бір зілдей. Көтерілді көк байрақ, танып елді жер жаһан. Шықты рингке серт байлап, Бекзат пенен Ермахан. Өстау менің көңілім, жеңген сәтте ағалар. Өркен өріс өмірін барлық ұрпақ бағалар. Бұл өлең кімдер туралы екен? Дұрыс, боксшылар. Қазақстанда боксшылар өте көп. Солардың ең атақтыларымен танысайық. Бекзат Сейілханұлы Саттарханов, қазақстандық боксшы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Сидней Олимпиадасының жартылай жеңіл салмақ бойынша чемпионы. Айқастар саны 143, жеңгені 132. Серік Жұманғалиұлы Сәпиев, Олимпиада чемпионы, халықаралық спорт шебері. Қазақстанның бокс бойынша еңбек сіңірген спорт шебері. ЮНЕСКО чемпионы атанған әлемдегі 13-ші спортшы. Және Головкин Геннадий Геннадьевич, қазақстандық боксшы, орта салмақтағы әлем чемпионы. Әлемдегі үздік боксшылардың ондығына кіреді. Айқастар саны 42, соның ішінде жеңгені 40. Өлеңдегі жазылуы қиын сөздер: рингте, гүрзідей, жер жаһан. Осы сөздердің жазылуын есте сақта. 27-ші жаттығу 15-ші бет. Боксшы өлеңін түсініп оқы. Дәптерге бүгінгі күнді жазып, 28-ші жаттығу 16-ші бет. Жақша ішіндегі сөздердің тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. 30-ші жаттығу 16-ші бет. Тірек сөздерді пайдаланып, жеңіс тақырыбына мәтін құрап жаз.